Сәлеметсіздер ме менің достарым, қалайсыздар? Бүгін сіздердің назарларыңызға осындай керемет кешкі асты ұсынатын боламын. Ол үшін тауықты ең алдымен мұздатқыштан шығарып, ерітіп, жуып, суын сорғытып, осылай бөлшектейміз. Қатты майдалап жібермеуге тырысыңыз. Дайын болған тауықтың еттерін ыдысқа саламыз. Кез келген тамақтың дәмін келтіретін әрине ол пияз. Біз оны көбірек салуға тырысамыз. Осылай үлкендеу қылып турап дайындаймыз. Пияздан бөлек бізге тағы да болгар бұрышы керек болады. Ол түрлі түсті болса, тамағыңыздың көркін аша түседі. Болгар бұрышында қатты майдаламаймыз және қатты ірі болмағаны да дұрыс. Мен сары және қызыл түстерін таңдадым. Енді чеснок, яғни сарымсақ. Оның да 3-4 түйірін майдалаймыз. Бәрін тауық етінің үстіне саламыз. Қазірдің өзінде қараңыз, түрі қандай әдемі болып тұр. Еттен бөлек тамағымыздың тағы бір ең таптырмас ингредиенті ол әрине картоп. Картопты осындай үлкендікте кесеміз. Бәрін кесіп болған соң ыдысымызға саламыз. Менің ең жақсы көретін ингредиентім ол жанду. Жандуды шамамен 2 см ұзындықта кесіп, оны да саламыз. Бұның үстіне тұз, бұрыш, өзіңіз қалаған приправаны қоссаңыз да болады. Және де лавр жапырағынан 2 түйір салдым. Айтпақшы, мен қызанақтарды ұмытып барады екенмін. Оны да осылай үлкендеу қылып турап саламыз. Қызанақтың қатты піскені тамағыңыздың дәмін әдемі келтіреді. Бұл қызанақтарыңыз жұмсақ болса тіпті жақсы. Маринадқа керек заттардың бірі ол майонез. Шамамен осынша салып, оны араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, ыдыстың қақпағын жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Осының өзінде қараңызшы, қандай әдемі көрінеді, я? Менімше бұл тамақ ең оңай тамақ. Себебі қолыңыз бос кезде дайындап қойсаңыз, кешке формаға сала саласыз, өздігінен пісе береді. Менде осындай стеклянный форма. Барынша тегістеп саламыз. Айтпақшы, ешқандай майдың қажеті жоқ. Себебі еттің өзінің майы шығады. Фольганы туралап кесіп аламыз. Формамыз толықтай барлық жағынан жабылу керек. Себебі бұл тамақ өзінің буына пісетін болғандықтан еш жерден ауа шықпау керек және ауа кірмеу де керек.
Тамағымызды 180-200 градусқа қызып тұрған пешке 45 минутқа саламыз. Тамағымыз пісті. Оны осындай үлкен табаға саламыз. Иісі неткен керемет, мұрында жарады. Оның үстіне әдемілік үшін және тәбетті ашу үшін зелень саламыз. Мен осындай жас пиязды туралап салдым. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, және де каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыз, рахмет.